Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сондай әдемі түрі өте ерекше көрінетін қаймақ қосылған зебра пирогын жасаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Және де өз қолдауларыңызды аямаңыздар. Ал бастайық. Барлық керекті заттар описанияда жазылған, және де барлығы бөлме температурасында болуы керек. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған сары майды, және де шым-шым тұз, 50 граммдай қант қосамыз. Және де барлығын венчиктің көмегімен немесе миксердің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үккіштен өткізілген ұнымызды саламыз, және де бір қасықтай ас қопсытқыш саламыз. Енді барлығын ең алдымен венчиктің немесе қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Кейін қолмен араластырып, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз жұмсақтау және де қолға жабыспайтын болып шықты. Енді қамырымызды, салмамызды дайындап болғанша қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Таза ыдысқа қаймағымызды саламыз. Және де оның үстінен қантымызды сеуіп, 2 жұмыртқа жарап саламыз. Енді осының барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізде бір қалыпты масса шығуы керек. Бізде осындай бір қалыпты масса шықты. Енді осыны 2-ге бөлеміз. Және бір бөлігіне какао, ал екінші бөлігіне жүгері крахмалын қосамыз. Және де венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осылай бір бөлікке біз жүгері крахмалын қостық, ал екінші бөлігіне какаоны қосып, жақсылап тұрып араластырып алдық. Какаоны міндетті түрде үккіштен өткізіп салыңыздар. Себебі түйіршіктері қалып қоюы мүмкін. Және де жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Бізде осыны әдемі шоколадты түс шығады. Ал енді қамырымызды алып, оны оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Арасында ұн себуді ұмытпаңыздар. Енді формамыз дайындаймыз. Егер де сізде пирогқа арналған дайын форма болса, соған пісірсеңіздер болады. Мен осылай пергамент қағазын кесіп алып, осындай кольцода пісіретін болдым. Менің кольцоның диаметрі 22 сантиметр. 24-26 диаметрге де осы қамыр келе береді. Менде тіпті қамырым сәл артық қалды, сондықтан 24-26 диаметрге пісіре берсеңіздер болады. Осылай қамырымызды салып аламыз, және де ортасына салып, шет-шетін түзулеп аламыз. Шет-шетін түзулеп болған соң, артық қамыр болып жатса, оны пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Ол қамырды кейін, егер де пирогымыздың салмасын салып, үстіне қандай да бір безендіру жасауға болады. Осылай кесіп аламыз. Кейін міндетті түрде шаңышқының көмегімен ортасынан және шетінен тесіп шығамыз. Және де осы шаңышқының көмегімен осы шет-шетін әдемілеп жасауға болады. Өз еріктеріңізге байланысты. Және де ортасынан тесіп шығамыз. Шаңышқымен тесетін себебіміз біздің
жасаған қамырымыз қатты көтеріліп кетпеуі үшін. Ал енді жасаған салмамыз саламыз. Екеуін кезек-кезек тестіріп, зебра пирогы сияқты саламыз. Ең алдымен ақ бөлігін, кейін какао бөлігін кезек-кезек осылай әдемілеп тұрып салып отырамыз. Қасықтың көмегімен салсаңыздар да болады. Және де осындай шұқитынның көмегімен әдемілеп узорлар жасаймыз. Видеода көрсетілгендей. Егер де сіздерде какао болмаса, жай ғана өзі қаймақ қосылған сметанник пирога болып шығады. Солай да жасай салсаңыздар болады. Осындай әдемі узор жасаймыз, және де духовкаға 180-200 градуста 1-35-40 минуттай пісіріп аламыз. Әрине, ол сіздің пешіңізге байланысты, сондықтан көресіздер. Және де піскеннен кейін бірден есігін ашуға болмайды. Сәл суығанын күтіп, есікті ашып, содан кейін бірақ аламыз. Сонда бізде бір қалыпты көтеріліп, бір қалыпты түседі. Енді формамыздан асықпай аламыз. Осылай решеткаға суытып, толықтай суығанша күтеміз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі өте әдемі шыққан. Дастарханның сәнін келтіретін, қонақтар келгенде тіпті таңғалдыратын пирогтың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ас болсын. Көп-көп рахмет. Бұл пирогты мен қазір туралғанын сала алмаймын, себебі бұл пирогты мен заказға істегенмін. Ал ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.